қойдың ішіне. Біз осыны қойдан қырқып алғаннан кейін тазалап, жуып, онан кейін түтеміз. Ішіндегі қиқым-сиқымдарын алып, адамдарға пайдалы жүн нәски, үстіне жемпір, аяққа ұлтарақ жасаймыз, қызым. Ертең мына жіпті иіремде саған аяғыңа жүн шұлық тоқып берем. Қыста аяғың тоңбайды, кеудеңе салқын өтпейді сонда. Аяғыңнан, табаныңнан сыз өтпесе, сен қыста ауырмайсың, грипп болмайсың. Бұрынғы кездерде ши пайдаланып еді, киіз басуға. Қазір енді біз мына осыны шиылдып, шидің орнына пайдаланып жатыр. Сосын мына түткен жүнімізді мынаның үстіне бүйтіп орналастырамыз. Қызы қарап отыр. Сосын бұл жүндерді бүйтіп орналастырып, бұны қазір киіз қылып, әдемі қылып басамыз. Енді мына қызым қарап отыр. Мына киіз басу үшін мына киізге бүйтіп қайнаған су құямыз міне. Себелеп бүйтіп. Сосын мына бүйтіп бүктейміз міне қара. Сосын мұнан бүйтіп жайлап аласың бұлай міне. Бүйтіп домалатып. Осындай қылып не қыласың міне. Байлағаннан кейін өстіп істейсің, мұна бүйтіп жіппенен бүйтіп арқандап тарту керек бұны. Оны енді біз саған кішкентай үлгі есебінде көрсетіп жатырық. Міне мұнан бүйтіп киізді бүйтіп аламыз міне. Бүйтіп бүктейміз. Мұна бүйтіп бүктеп мұна тұса отыр. Бүйтіп бүкте. Қызым, міне мұнан бүйтіп алақандаймыз. Сосын міне алақандап болдық. Бұны енді жаямыз. Бұл кепкеннен кейін бұдан ұлтарақ жасаймыз. Кешегі басқан киізіміз міне кепті. Енді бостан біз ұлтарақ жасаймыз. Қыста аяғымыз тоңбау үшін. Міне бүйтіп қоямыз да үстіне қиямыз. Ендігісін сен өзі қиып көрме. Енді осындай, мынандай ұлтарақ шыққандар кешегі басқан кезімізде.